күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздермен апта жаңалықтары, мен обсервательназ. 17 наурыз күні наурыз мейрамы қарсаңында музыка пәнінің мұғалімдері Құлмет Марат ағайымыздың және Құнанбаева Баян апайымыздың ұйымдастыруымен «Қош келдік әз наурыз» тақырыбында 8 сыныптар арасында қара жорға биінен байқау өткізілген болатын. Байқау қорытындысы бойынша 8 А сыныбы бас жүлде, 8 Б сыныбы бірінші орын, 8 В сыныбы екінші орын және де 8 Ә, 8 Г сыныптары үшінші орын иеленді. 13 наурыз күні қалалық жастар саясаты, мәдениеті мен туризм және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілген қалалық наурыз аруы байқауына 9 Г сыныбы оқушысы Сагендікова Айжеміс қатысып, үшінші орын иеленді. Құттықтаймыз! Мектебімізде 24 наурыз күні «Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса» деген игі дәстүрмен әлеуметтік педагог Қарлығаш Асқарова, тәлімгер Гүлена Байдрахманова апайларымыздың және Жас ұлан қамқорлық фракция мүшелерінің ұйымдастыруымен наурыз мейрамы атты мектепшілік сый жәрмеңкесі өткізілді. Жәрмеңкеге мектеп ұжымымен оқушылар атсалысты. 1 сәуір күні өткізілген қалалық забава фестивалінде сәндік қолданбалы өнер, эстрадалық вокал, сурет, бейнелеу өнер номинациялары бойынша мектебіміздің оқушылары қатысып жүлделі орындарға ие болды. Жетекшілері музыка пәнінің мұғалімі Құлмет Марат ағайымыз, көркемдік пәнінің мұғалімдері Сатов Абжалил ағайымыз, Үкібаева Мөлдір, Ыбыраева Эльмира және де Төлемисова Фарида апайларымыз. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 3-ші облыстық кезеңінен мектебіміздің оқушылары қатысып жүлделі орындармен оралды. 11 А сынып оқушысы Шахмарданов Ахниет физика пәнінен қатысып 3-ші орын иеленді. Пән мұғалімі Көкелекова Алмекен апайымыз. 10 А сынып оқушысы Болатова Нұрай орыс тілі пәнінен қатысып 2-ші орын иеленді. Пән мұғалімі Абжалиева Рудава апай. 10 А сынып оқушысы Умертаева Аружан ағылшын тілінен қатысып 3-ші орын иеленді. Пән мұғалімі Жарылқапова Айдан апай. 9 Г сынып оқушысы Қанатбекова Алина орыс тілі пәнінен қатысып 1-ші орын иеленді. Пән мұғалімі Абибулаева Гүлмира апай. 7-14 сәуір аралығында дүниежүзілік денсаулық күні мерекесі қарсаңында дене шынықтыру пәні бірлестігінің апталығы өткізілді. Түрлі сайыстар, спорттық ойындар, соның ішінде флешмоб, арқан тартыс, волейбол, баскетбол ұйымдастырылды. Республикалық олимпиадаға жолдама алған 11 А сынып оқушысы Шахмарданов Ахниет пен 10 А сынып оқушысы Болатова Нұрайға сәттілік. Келесі аптада көріскен, амандықта болайық, сау болыңыздар.